Жақсы. Енді ер азамат болғаннан кейін, жігіт болғаннан кейін достарымыз көп болады. Әр буынның, әр уақыттың өзінің нелер достары болады дейміз ғой. Уақыт өте келе достың да саны азаяды. Ендігі қазіргі уақытта мынау адам кейін қартая келе, сол қанша 100 досым, 150 дос болсын, ішінен бір өзіне ең жақын бір дос, екі дос қана қалады. Жалпы дос деген ұғымды туралы айтып өтсеңіз, дос деген қандай болу керек қазіргі таңда? Дос, керемет. Осы тақырыпта бүгін ғана бір керемет сұхбатты тыңдадым. Дос деген нәрсе бар, және де жолдас деген нәрсе бар. Жолдас деген енді класстас болуы мүмкін, группалас болуы мүмкін, бір танысқан болуы мүмкін деген сияқты. Ол жолдас, оған сырыңды айтамайсың, оған жаңағыдай көп ішіңдегі көп сырларыңды жеткізе алмайсың деген. Ол жолдас, ол кезігіп кете бересің. Анда-санда бір жиында кездесесің, жолдастар көп. Ал дос деген, ол дос нағыз бір-біріне жан ашыр. Сен бүгін ғана тыңдадым, сен оның кейбір заттарын өзіңкіндей көретін. Ол саған түнде тұрып, сенде үлкен бір проблема дейді ғой, сондай бір нәрсе болып қалатын болса, сен үшін тұрып дұға жасайтын. Сен үшін түнде тұрып тілектер тілейтін ақыреттік дос. Көрдіңіз бе? Тағдыры бір болған ақыретте, ертең жәннатта бірге боламыз деген ақыреттік достар. Міне осы нағыз дос деп осыны айта аламыз. Қай кезеңде болмасын, адам сондай достар болады. Ол білесіз, сол дос сізге отказ бермейді. Кейбір келіп қалған мәселелер, бірдеңе керек болып қалады, бірдеңе ақыл сұрау керек болады, көмек керек болып қалады. Мен ана досыма арқа сүйейін, соған звондаса, хабарласатын болса, ол тіпті отказ бермейді. Сондай дос, ақыреттік достар болады.